2016 жылы қаламызда өнеркәсіп өнімінің көлемі 326,9 миллиард теңгені құраған. Кәсіпкерлік саласындағы 50-ге жуық көрсеткіштің 10-і орындалмаған. Олар мұнай өнімдерін өндіру, шағын және орта бизнес субъектілерінің белсенділігімен байланысты. Халықтың жан басына шаққанда инвестициялар көлемінің өсімі жоспар бойынша 100% болса, нақты 77,5%-ға немесе жоспар 77,4%-ға орындалған. Жастар саясат саласында 4 көрсеткіштің 2-і орындалып, 2 көрсеткіш жоспары орындалған. Олар Лезде ақталуға тырысқан бөлім басшылары келтірілген деректерді ескі мәлімет деді. 100% орындалды бізде. Статистикадан көрсеткіштер тез алынды. Жиында жалтақтап сылтауратқан басшыларға әкім индикаторлы көрсеткіштерді айфондарына сақтап қоюға кеңес берді. Столдың қасына бір жерге бір қойыңыздар. Күнге келгенде содан жұмыс содан бастаңыз. Либо күнде стекло болса, под стеклоны тұрасыздар. Каждый день айфондарыңыз алып қойыңдар. Күнге қарап тұрады. Біздің жұмыс жүрмейді. Қала басшысы алдағы уақытта индикаторлардың орындалу барысын қадағалауды орынбасарларына тапсырды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе қала әкімі қаулыларының бекітілуі бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуынсыз жабық өтті. Жұлдыз Жасұзақ, Константин Юсупов, Нар Ньюс.